студенттердің общагасы. Және ASMR-ді түсіру үшін маған өте қиын. Қазірдің өзінде маған өте қиын, себебі көрші қыздар кейде кедергі жасайды. Енді олар өздерінің шаруаларымен айналысады. Сондықтан сондай қатты тырысамын, күшті шықсын деп. Сондықтан тезірек лайк басып кет, сонымен бастайық. Менің бөлмеме қош келдің. Мұнда 2 қыз болып тұрамыз. Оның да Аружан. Осы жақта 2 Аружан тұрады. Бірінші үстелден бастағым келіп отыр. Мұнда менде ноутбук, соған дауыс жазып жатырмын, микрофон и үстел. Бұл жақта біздер үй жұмыстарын орындаймыз, бірақ бізде енді шығармашылық мамандық болғандықтан көбінде столдың үстінде отырмаймыз. Және мұнда сумкалар. Астындағы тартпалар. Общага болған соң бізде көп нәрселер сынық, себебі көп болған общагаға. Өте көп емес, бірақ нормально. Сонда да адамдар ручкаларын сындыруға үлгерген. Қазір ашқанда дауысы деген вообще жаман. Қазір көрсетемін. Міне, мынау менің тартпам, мынау да менің тартпам. Мына бөлік вообще менікі. Мұнда менде дәптерлер, канцелярия. Ручка.
төбедегі киімдер менікі, және олар мешокта тұр. Себебі бізде жақында дезинфекция болады. Так что лучше пакетте тұра берсін. Дезинфекция, коронавирус, мынандай нәрселерден, соның бәріне арнаған дезинфекция болады жақында. Мынау бас киім жаңадан алғанмын. Негізі мен барлық жаңа киімдерімді, вообще өмірімді көбінде инстаграмда жүргіземін, историяларда. Сондықтан, егерде саған қызық болса, о жақта міндетті түрде қызық болады. Сондықтан тезірек инстаграмға тіркеліп кет, ссылкасы төменде болады. Немесе жай ғана жаным ару деп іздесеңдер табасыңдар. Тезірек тіркел. Мынау шапка қалай? Өте әдемі, иә. Түсі мынандай прям яркий. Мынау біздің коридор. Есік, аяқ киімдер мұнда тұрады. И мұнда сырт киімдер менікі. Мынау осы шкаф полностью менікі. Ал бұл біздің кухня. О жақта біздер посуда жуамыз. Тамақты дайындаймыз. Холодильникте мен заттарым. Кәдімгідей кухня. Я. Жерде отырып біз шай ішеміз. Кстати, бүгін тамақ істейміз, сондықтан қазір мен морозильниктен етімді шығарам. Етім арқа деген пакетте, ол Теміртаудағы бұрын болған дүкен, сондықтан ешқайсысымен араласып кетпейді, себебі бұл Теміртаудікі. Сонымен, құрметті көрермен, менің общагам ұнады деген ойдамын. Маған ұнайды, себебі адамдары өте жақсы, мені көрші қыздарым өте керемет. Бұл общага күшті жерде орналасқан.